құрамында 10% қоспасы бар 40 грамм марганец 4 валентті оксиді алюминотермиялық әдіспен алынған және сол марганецті тұз қышқылымен өңдеген нәтижесінде түзілген газдың көлемін анықтау керек. Мен осылай берілгенін жазып алдым таңбалар арқылы, яғни мінекей массалық үлес деген қоспа деп жазып қойдым. Q деп 10%. Және бұл қоспасы масса марганец 4 валентті оксиді 4 валентті қойған кезде мынау оттегі 2 валентті 4-те 2-ге бөлсек, мына жерге 2 түседі. Сол кезде марганец O2 деп жазылады. Массасы 40 грамм екен, яғни соңында түзілген газдың көлемін анықтау керек. Әрине біз бұл жерде міндетті түрде реакция теңдеуі жазу керек, өйткені бұл жерде бір емес 2 реакция теңдеуі бар. Сондықтан да реакция теңдеуін жазып алайық. Достар, мен есептерді өте егжей-тегжейлі асықпай түсіндіріп жатырмын. Сондықтан да осы видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыз, өйткені олар да біліп үйреніп алсын. Егер химияға қызығатын, үйренгісі келетін достарыңыз болса, міндетті түрде осы видеоны достарыңызға жіберіп отырыңыз. Неге мен 2 реакцияны жазып алдым. Бұл жерде 4 валентті оттек 4 валентті марганец оксиді алюминотермиялық әдіс дегеніміз алюминийді қосу арқылы таза металл алу. Бұл жерде марганец металы бөлініп шығады. Яғни мінекей бұл сондықтан да алюминотермиялық деп айтылады. Көптеген металдарды таза күйінде алу үшін қолданылатын әдіс, яғни алюминийді қосу әдісі бұл алюминотермиялық әдіс деп аталады. Марганец алынды. Және де осы марганец оксидінің құрамында 10% қоспа бар дейді. Яғни бұл 40 граммыз таза оксид емес, оның құрамында керек емес қоспалар бар деген сөз. Ол 10% екен. Сондықтан да біз оның таза массасын анықтап аламыз. Пропорция құрсаңыз да болады. Түсініктірек болу үшін әрине пропорция құрып көрсетейін. Мына жерде яғни марганец оксидінің таза массасын анықтау үшін, яғни 40 грамм бұл бізде 100% массасы, ал 10% қоспа болғандықтан 90% таза массасы екен. 90%дағы неше масса болатынын анықтаймыз. Яғни 90% болғанда қанша грамм? 36 грамм шықты, яғни 90-ды 40-қа көбейтіп бөлеміз 100-ге, сол кезде 36 грамм екен. Бұл таза массасыз, қоспасыз таза массасы. Марганец 4 валентті оксидінің таза массасы. Енді осының біз зат мөлшерін тауып аламыз. Мінекей тауып алдық, яғни мына формула неу тең зат мөлшерінің белгіленуі осылай. Зат мөлшері тең кішкентай м бөлінген үлкен м. Бұл м деген зат массасы, мынау м молекулалық массасы, яғни массаны бөлеміз массаға. Молекулалық масса, яғни мольдік масса молекулалық массаға тең. Бұл жерде 36 дегеніміз өзінің марганец оксидінің таза массасы, 87 дегеніміз марганец оксидінің мрі. Оттегіміз 16 болса, 16-ны 2-ге көбейтеміз, 32 қосамыз. Марганецтің айыры, яғни атомдық массасы 55, қосқан кезде 87 болады екен. 36-ны 87-ге бөлеміз, 0,414. Кем дегенде осы мольді шығарғанда өтерден кейін 4-5 сан алған дұрыс болып табылады. Өйткені көп жағдайда бір сан алатын болсаңыз, мысалы, дәл жауаппен шықпайды. Кішкене артық не кем болып шығады жауабына. Сондықтан да дәл жауап бойынша шыққан қаласаңыз, осы үтірден кейін 4-5 сан алған дұрыс. Тіпті калькуляторды өшірмей-ақ есептерді жалғастырып шығарған өте тиімді, өте дұрыс жауапты келтіреді. Мінекей зат мөлшерін тауып алдық, яғни бұл бізде мынау марганец
оксидінің зат мөлшері. Енді бізде сұрап отырған газ міне мынау, яғни сутек газ екен. Сутек газының көлемін табу керек. Ол үшін осы табылған зат мөлшерін маргенс арқылы, өйткені маргенс мына реакцияда да бар, сондықтан да маргенс арқылы мынаның көлемін табуымызға болады. Маргенс оксидінің зат мөлшері 0,414 шықты. Енді мынау маргенспен біз осының зат мөлшері арқылы осының зат мөлшерін тауып аламыз. Қарайтын болсақ, алдыларында коэффициенттері теңдей, бұларды бүйтіп қысқартып бір етіп тастауға болады. Сонда 1/1, яғни осы сан маргенстің зат мөлшеріне тең, екеуі бір-біріне тең деген сөз. Егер коэффициенттері әртүрлі болғанда біз пропорция құрастырып табушы едік. Алайда бұл жерде алдыларында коэффициенттері 1/1 болғандықтан осы зат мөлшері маргенстің зат мөлшеріне тең болып табылады. Енді әрі қарай бұл жерде маргенс, мына жерде де маргенс. Енді маргенс пен сутекті қараймыз. Бұлардың да алдыларында коэффициенттері 1/1 болып тұр. Сондықтан да осы 0,414 бір-біріне тең болып тұр. Яғни сутектікі де 0,414 и маргенстікі өзінікі сондай. Сондықтан да бұл жерде көлемді анықтау өте оңай. В тең не көбейтілген Vm. В тең не көбейтілген Vm формуласын қолдана қоямыз. В деген көлем, не деген зат мөлшері, Vm деген мольдік көлем. Мольдік көлем тұрақты шама 22,4-ке тең. Қараңыз, мына жерде 9,27 литр шықты. Мысалы, жауаптарда миллилитрмен берілген болса, 1000-ға көбейтіп жіберемін, сол кезде миллилитр шығады. Мінекей, егер жауабында миллилитрмен берілген болса, миллилитрмен жауабы 9270 миллилитр, литрмен берілген болса 9,27 литр. Достар, егер осы видео сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз, және де егер түсінікті болатын болса, комментарийге түсінікті деп жаза кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.